бермейтін болса, шешесін намына бере ме оны? Шешен түскен өксеп, тупойларға отырмайды. Шеше 10 күн болса, шешесі деп қойды неқта адамдар. Бере ма, бермей ма, шеше аптасыз ма сен? Ең кішкене сабыр сақтап күтіңіз. Сіз барыңызда этот банктың қызметкерлеріне звондаңыз. Банкке барсам, бұл шешем түскен сосқа сияқты біліп отыр. Не оның айтқанына түсінбейді шешенің қай тілде сөйлеп жатқанын. Бір адам жауап бермейді, шешем түскен өкшем малдан жиналғанда түсінбейсің ана жерде. Нормально адам сұрап тұрған екен, нормально айту керек қой, мен оған айтып жатырмын, мен қандас, мына ішінде ақша бар екен, мен бірақ ала алмай отырмын, Хомбанк деген бір бәле бар екен, ол қалай аламын десем, ол маған бұл шешем басқа әлемде жүр ол. Ол шешем сен өзің не істеп отқанын білмейсің. Қайтып аламын мынаны? Баласың ақтан өлетін болып, жақында жоқ жасап өлеміз бе енді? Көшеге шығайық десек, мына шешем түскен, мен саларым тұр, жан-жақтан шеше жамырап. Аяғына барамыз мұның шешесі түскен. Аға, кішкене сабыр сақтаңыз. Сөйтіңіз да банк, жаңағы Народный банк па, сояққа 71-11-ге звондаңыз. Банкың жабық тұр, барсам біліп отыр. Сіз бармаңыз, сіз 71-11-ге хабарласыңыз. Ода бірді бас, екіні бас, төртті бас, алтыны бас. Бізге қайсы керек екен, точно білмейміз. Бір бәле форматта, осы үшін форматтың не керек бар? Кәдімгі нормальный адам ұстап түнде братан, мынандай қыласың, аласың сол кезде. Мынандай қылмайсың, алмайсың деп шешесі сен айтпаймын сен. Бір бәле профилактика, бір бәлесі, халықтың банктің бір бәлесі, оның нақыл бізге керек бар. Айтып түсіндірмей ма, мынандай болады, аласың. Мынандай болмайды, алмайсың деп шешесі сен. Адамдар шешесі ойнап отырма, сен деген жақсы адамдар ақтан өлейін деп отыр шешесі сен. Бере ма, бересің, бермесе көтетіксің шешенің ағам сізгей. Жеттіңдер ғой, епті Аға, неге маған боқтап атсыз? Сіз боқтап отқан жоқпын. Мен сізге айтып отырмын, сабыр сақтаңыз. Шешесің, енді аламын, барсам, қалсам, анау сіздің шотыңызда ақша жоқ, блокировкада тұр дейді. Қаяғына барамыз енді ал? Сіз банктың колл-центріне звондасаңыз 71-11-ге бармаңыз, звондаңыз 71-11-ге.